Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін осындай жұмсақ нәп-нәзік болып шығатын лакомка дайындайтын боламыз. Дәмі аузыңнан кетпейтін, өте керемет болып шығатын рецептісін айтатын боламын. Менімен бірге соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен 380 грамм жылы сүтімізге қантымызды, ашытқымызды және де ертілген сармайымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Енді ұнымызға бір қасық тұз салып, ұнмен бірге араластырып алдым. Және де електен өткізіп қосқандарыңыз жақсы болады. Мінекей бәрін болдық. Енді жұмсақ қамыр елейтін боламыз. 600 грамм ұн салып, осылай жұмсақ қылып қамыр елейміз. Одан артық қылып та, кем қылып та салмаңыздар. Айтылған мөлшерде қоссаңыздар өте жұмсақ, нәзік болып шығады. Қамырларыңыздың иін қандырып, күшті қылып елесеңіздер, оның пісуіне де, көтерілуіне де көп пайдасын тигізеді. Мінекей қамырымыз күшті болып еленіп жатыр. Енді жылы жерге бір 15 минутқа ғана ашытамыз тек. Тез көтеріліп шығатын болады. Қараңыздар, күшті болып көтерілді. Иі қанып, әдемі болып көтеріліп тұр. Осылай менің осы рецептімен жасасаңыздар, керемет лакомка жасай аласыздар. Енді бәрін кесіп дайындап, пешімізге салып алатын боламыз. Осылай дөңгелектеп бәрін дайындап аламыз. Енді аздап ұн шашып, осылай үстінен шамалы басып, ортасына сармайын жағып, бәрінің формасын дайындап аламыз. Мінекей барлығын дайындап алдық. Енді пергамент қағазымыздың үстіне бәрін орналастырып, жұмыртқаның сарысын жағып, 150 градуста жарты сағатқа пешімізге салып алатын боламыз. Менің пешім қатты қыздыратын болғандықтан, мен 150 градуста пісіретін боламын. Ал сіздердікі жай болса, 180-200 бен пісірсеңіздер болады. Мінекей лакомкамыз пісіп шықты, жұмсақ, нәп-нәзік, керемет болып шықты. Енді арасына кремін жағып, дайындап аламыз. Ол үшін кремімізді суытып алғаннан кейін барып жағамыз. Суытпай жағуға болмайды, өйткені кремімізді ертіп жібереді. Енді осылай мен кондитерлік қапшыққа салып, арасына жағып шығамын барлық жеріне. Артық жерін қасықтың көмегімен алып тастаймын. Мен креміне виппак деген сливкиді пайдаландым. Миксермен 15 минут араластырғанда осындай қоюлықта дайын болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әртүрлі кремді пайдалануға болады. Мінекей лакомкалеріміз дайын болды. Өте керемет болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.